Ал бірақ жаңа сұрақ несіне келетін болсақ, ораза ұстап жүріп жамбастан болады ма? Немесе бұл дененің кез келген бір мүшесінен укол салуға болмайды. Укол салса ауыз ашылып кетеді. Өйткені ол кез келген жаңа уколдың құрамында адамға күш қуат беретін. Сондай бір энергетический несі бар құрамында болады екен да, сондай химикаттар. Сол себепті бұл тыйым салынады, укол салуға болмайды. Салу керек болса, таңертең салғызсын, ауыз бекітпей тұрып, және ауыз ашқаннан кейін салғызсын. Енді Алла Тағала шифасын берсін, ауырып жатқан науқастарға, бірақ сол науқасына қарамастан бауырларымызға Алла разы болсын, оразасын ұстап сұрақ қойып жатыр. Жалпы бұл ораза деген адамды бір қинап, бір қиын жағдайға түсіріп қойып, ауруын асқындыратын бір амал емес. Керісінше бұл ораза Алланың разылығына бөленетін үлкен бір құлшылықтың бір түрі, 5 парыздың бірі, және бұл ораза жанымызбен, тәнімізбен жаңағыдай бір ем алатын, азық алатын құлшылықтың бір түрі. Әрине бұл оразаны ешкім салмақ тастау үшін, немесе бір аурудан аяғайын үшін деп ұстаса, ол ораза болып есептелінбейді. Ораза бұл Құдайдың парыз еткен Рамазан оразасы ғой деп ұстау керек та.